Ассаламағалейкем. Эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Алихан және менің әріптесім Әли. Армысыздар, құрметті арнамыздың көрермендері. 2017 жыл білім ордамыз үшін жақсы жаңалықтардан басталды. Қаңтардың басы еліміздің барлық өңірінде орта білім оқушылары арасында облыстық пән олимпиадасы өтетіні баршамызға мәлім. Ерен еңбек пен қайрат күш-жігердің нәтижесінде мектебіміз оза шауып, ең үздік олимпиадалық команда атанды. Алқа таққандардың жалпы саны 42 оқушы, оның ішінде 12 алтын, 12 күміс және 18 қола медаль. Республикалық додада облысымыздың намысын қорғау үшін 17 оқушымыз жолдама алды. Биология пәнінен 11 сыныптар арасында бірінші орын алған нөмірі 1 Қазақ түрік лицей интернатының оқушысы Жакулов Алшын марапатталады. В этом году у нас дети завоевали уже 42 призовых места. Первое 12, второе 12 мест и третье место 18 призовых мест. Это говорит, что у нас ежегодно, из года в год улучшается, можем сказать, подготовка детей к олимпиадам. И хочется закончить словами одной фразы, что приумножать мудрость, приумножать знания – это мудрость, а использовать его – это будет искусство. И хочется, чтобы это искусство ребята использовали во всей своей жизни. Алихан, сен олимпиадалардың жүлделі орын алып көрдің бе? Өкінішке орай жоқ. Олай болса, әлде кеш емес. Жаңалықтардан кейін мектебіміздің түлегі халықаралық олимпиадалардың жүлдегері Тишкул Мұраттың Alumni Stories бағдарламасына берген сұхбатын міндетті түрде көр. Болашақта сенің жеңіске жетуіне үлкен септігін тигізері анық. Мұнай-газ саласындағы алпауыттардың бірі Шлюмберже және Энско компанияларының мамандары мен жеке кәсіпкерлер Made in КТЛ ток-шоу кешінде қонақта болды. Қостанай білім инновация лицейінің аға буын шәкірттері оқушыларға еңбек нарығындағы жағдай және қажетті мамандықтар туралы ақпараттар берді. Әзілді айдардан кейін әңгіме мұнай-газ саласының ерекшеліктері және көп ел кезген ағайлардың бастан кешкен қызықты оқиғаларымен жалғасты. Ток-шоудың толық нұсқасын арнамыздың Made in КТЛ айдарынан тамашалаңыздар. Вообще планирование целей, это вообще у каждого из вас должно быть на ранней стадии. Даже вот сейчас со школьной скамьи вы всегда должны ставить цели и всегда к ним стремиться. Вы должны смотреть, обычно вот я проработав в западной компании, Шлюмберже, они этому обучают. Они тебе вопрос задают, кем ты себя видишь через 3 года в этой компании, кем ты себя видишь через 5 лет в этой компании. И ты это ставишь себе цели, да? Әли, қалай ойлайсың? Бақыт дегеніміз не? Бақыт деген, білмейді екем. Мұқағали Мақатаевтың бір өлең шумағы бар еді ғой. Бақыт деген сенің бала күндерің деген. Бәлкім бақыт деген сол шығар, балалық шақ шығар. Дәл осы сұрақ ата-аналарға да қойылды. Балаңыз бақытты ма? Тақырыбы аясында ата-аналарға бала тәрбиесіне қатысты семинар өткізілді. Арнайы шақыртумен Алматы қаласынан келген Бақытты отбасы отбасылық кеңес орталығының құрушысы Елжас Ертайұлы бақытты бала ұғымына анықтама берді. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Көп жағдайда көз тәрбиесіне мән бере бермейміз. Менің алған әсерім шексіз, өте күшті. Жүрегім бір аспанға көтеріліп қайтадан жерге түскендей болды. Оны тілмен жеткізу өте қиын. Тақырыбы да өте керемет. Әрбір сұрақ қоясың, бала мен ананың арасындағы, ата-ананың арасындағы жалпы, және әкенің өзінің орны туралы, ананың орны туралы қандай сұрақтар қойсаңыз да, жаңағы лекция жүргізген жігіт жақсы, өте керемет түсіндіреді екен. Бақытты бала әке шешесіне даусын естірте алған бала. Бұл жердегі мәселенің сыртқы даусы емес, ішкі жан дүниесінің даусын естірте алған бала. Сезімдерін. Бүгінгі мынау қазақи түсініктегі, қазақи форматтағы бала тәрбиесі, мынау Мағжан Жұмабаев сияқты қазақтан шыққан ұлы тұлғаны мынау еңбектерін ала отырып, соны еңбектеріне сүйене отырып жасалған бүгінгі семинар өте бір жақсы и алдағы уақытта жемісін береді деп ойлаймын. Бала
ол өмірде үйренген нәрсесін бірінші кезекте ойында қолдана бастайды. Жалпы орталық қызмет туралы айта кетсеңіз? Біздің орталық бақытты отбасы отбасылық кеңес орталығы деп аталады. Жұмыс істей бастағанына 2 жылға жақын уақыт болды. Осы 2016 жылдан бастап біз халыққа семинар бере бастадық. 2016 жылдың қысқаша есебін айта кететін болсақ, 2016 жылы біз Қазақстанның 7 қаласында 45 семинар өткіздік. Негізгі семинарларымыз бойдақтарға, жастарға арналған семинарлар және сонымен қатар бала тәрбиесіне арналған семинарлар болып есептеледі. Алматы қаласында өткен 13-ші халықаралық Жәутіков олимпиадасында мектебіміздің 11-ші сынып оқушысы Амангелдинов Темірлан физика пәні бойынша күміс алқа иегері атанды. Қазір Темірлан үлкен білім додасына дайындық үстінде. Осы көктемде Ресейде өтетін халықаралық Азия олимпиадасында еліміздің намысын қорғайтын болады. Еліміздің олимпиадалық құрамасына тек қана жеңіс тілейміз. Пошлите, мальчики, приветствуем и поздравляем призеров Международной Жалтиковской олимпиады Амангельдинова Темирлана и Мурата Мурата, участницы Казахско-турецкого лицея номер 1 города Караганды. Мектебіміздің дәстүріне айналған көңілді кеш әзіл-сықақ концерті 9-шы Б сыныбының ұйымдастыруымен өз жалғасын тапты. Өнерпаз жігіттер керемет өнер көрсетіп, көрермен қауымға көтеріңкі көңіл сыйлады. Мектебіміздің қосымша білім беру жүйесі және сабақта қолданатын инновациялық технологиялар туралы ата-аналарға мәлімет беру мақсатында ата-ана күні ұйымдастырылды. Оқушылар көптеген пәндер бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізіп, өздері жасаған эксперименттер мен робототехника үлгілерін, пәндік ойындарды ата-аналардың назарына ұсынды. Баласының оқу үлгерімі, тәрбие жағдайы туралы мәлімет алу үшін ұстаздармен кездесуіне жағдай жасалды. Ата-аналар көрмені қызықтап, педконсилиум үшін өз ризашылықтарын білдірді. Әзірге айтарымыз осы, амандықта жүздескенше. Қош, сау болыңыздар.